Assalamu alaikum қазақ елі. Бүгін біз Нью-Хэмпшир штатына келіп жатырық. Күздің осындай көркем пейзаждары болады осы Нью-Хэмпшир штаты. Мынау дегеніміз White Mountain деп аталады. Қазір біз Американың солтүстігінде болғаннан кейін бұл жерде күз ерте болады екен. Жапырақтар сарғайып, алтын күз болып жатыр бұл жерде. Сіздерге осындай Америка жайында айтамыз дегендіктен, осындай арнайы жерлерге келіп, осындай жерді көрсетейік деген мақсатпен осы видеоны түсіріп жатырық. Мына жерді егер внимательно қараса, адамдар скалолаз болып, мынау альпинизм дейді ғой, сонымен арнайы шұғылданатын адамдар келеді екен. Достар, біздің бүгінгі видеоны жалғастырамыз. White Mountain National Forest'a кіріп келе жатырық. Мынау енді табиғатты видеомен мүмкін жеткізу қиын болар, бірақ енді жапырақтардың түстері, табиғаты қандай керемет болып тұр, ағаштардың көркемдігі. Енді ғажайып қой, қараңызшы. Бреттон Вудс деген жерге келдік. Кезінде тарих бойынша бұл жерде мына гостиницада долларды дүниежүзілік валюта деп қабылдаған екен. Біз жаңағы Маунт Вашингтон деген гостиницадамыз. Бұл жерде жаңағы доллардың дүниежүзілік валюта болып қабылданған жері. Yeah, they did talk in the kitchen. They were having a conversation, and she was talking with three of them, and they seemed like it was good. When I heard later after he started, what I told them. Ғажап дүние ғой.